Мен 18-ге толған кезімде тұрмысқа шықтым. Кейде түнде әлі де сол күнді ойлаймын да ішім сыздайды. Анам мен әкем бір жылдың ішінде екеуі де кетті. Алдымен әкем, сосын анам. Мен 13-те едім. Нағашы әпкемнің үйіне бардым. Ол кезде әпкемнің 3 баласы бар еді. Үйге кіргеннен кешке дейін тыным болмады. Таңғы 5-те тұрып пеш жағамын, су тартамын. Балаларды оятып мектепке жіберемін. Кейін үй сыпырып, кір жуып, кешке тамақ істеймін. Әпкем, сен біздің қызымызсың дейтін. Бірақ мен түнде жастықты сулап жылайтынмын. Ешкім неге жылайсың деп сұраған емес. Мен үйдің күңі едім. 9-шы сыныпты әрең бітірдім. Училищеге өзім құжат тапсырып жатып оқыдым аспаздықты. 3 жылдан кейін диплом алдым да ешкім күтіп алмады. Бітіре сала Ерлан деген жігіт құда түсті. Құрылысшы. Кем дегенде өзімнің үйім болады деп ойладым. Пәк болып бардым. Алғашқы түніміз ауыр болды. Жыладым. Ерлан бәрі дұрыс, үйренесің деді де ұйықтап кетті. Кейін үйрендік. Ерланды өзім қалап тұратынмын. Көбіне шаршап келеді. Бүгін емес деп теріс аунап ұйықтап кететін. Мен түнде жатып алып, көрпемді домалатып, өз-өзімді қанағаттандыратынмын. Ішім сыздап, біреудің құшағына зәру болатынмын. Жеке үй алуға ақша жоқ. Бір күні Ерланның ағасы Нұрлан телефон соқты. Неғып желге ақша шашасыңдар? Бізге келіңдер. Үлкен үй, орын жетеді. Нұрланның үйі қаланың шетінде, 2 қабатты, 4 бөлмелі, гаражы бар. Әйелі Гүлнар үйде отырады. Алтын күмісін тағып, көрші көлеммен шай ішеді. 2 баласы жеке мектепте оқиды. Сөйтіп біз Нұрланның үйіне көштік. 1 бөлме берді. Мен сол компанияда еден жуамын. Таңертең 6-да шығып, кешкі 7-8-де қайтамын. Ерлан қара жұмыс істейді. Көбіне кешке дейін мен және Нұрлан ғана қалып қоямыз. Бір кеште кабинетінде еден сүртіп жүргенмін. Кірші деді. Кірдім де есікті сразу іліп қойды. Иығымнан ұстап, саусақтары ыстық еді. Шаршадың ба деп сүйді. Үндемедім, бірақ ішімде бір нәрсе жанып жатты. Ол мені диванға отырғызып, көйлегімді түсіре бастады. Мыналар қандай зор деп 2 жағымды кезек-кезек ұстады. Сен дайын тұр екенсің деп. Шылқып тұрған жағымды көріп қуанып кетті. Мен басымды шайқап, рахаттандым. Бір уақытта айқайлап жібердім. Ол аузымды жауып ешкім естімесін, тыныш деді. Жарты сағат болды. Кейде баяу, кейде жылдам. Ол мені құшақтап, енді сен менікісің деді. Содан кейін әр кеш сайын дерлік солай болды. Кейде развивалкада тізерлетіп, аузыма салады. Басымнан ұстайды. Кейде душ бөлмесінде, кейде кабинетінде. Мен оған Нұрлан аға деп айта алмаймын. Тек ие деп ыңырсынамын. Ерлан ештеңеден хабарсыз. Кешке шаршап келеді. Бүгін ұйықтайық деп жатып қалады. Бір кеште үйге келдік. Ерлан телефонды алып хаттарымды оқи бастады. Видеоларымды ашты. Менің аузымда Нұрланның ішіме құйып жатқан сәттерін көрді. Беті қарайып кетті. Сен ағаммен болдың ба деді даусы дірілдеп. Мен үндемедім. Ол бір шапалақпен бетімнен ұрды. Екіншісін жақтан тартқысы келді. Бірақ бұл Нұрланның үйі екенін есіне алып, қолын түсіріп алды. Ертең таңертең затыңды жина да, қайда барсаң сол жаққа кет. Мен бұл үйде қалмаймын деді де сол күйі шығып кетті. Таңертең Ерлан заттарын жинап кетіп қалды. Енді қайтып келген жоқ. Нұрлан ештеңе айтпады. Сол кеште мені кабинетіне шақырып алып, әдеттегідей істеді. Гүлнар бәрі біледі. Кейде менің тіке бетіме қарап, күндіз үйді жина, кешке күйеуіме жақсы қызмет көрсет деп қана қояды. 2 айдан кейін жүкті болдым. Нұрлан, бала менікі емес шығар деді. ДНК жасаттық. Бала 12 екені шықты. Бірақ ештеңе өзгермеді. Гүлнар үйде қалды. Мені жертөле жақтағы кішкентай бөлмеге кіргізді. Күндіз үй жинап, тамақ істеймін. Балаларым бағып кір жуамын. Түнде Нұрлан келіп, өзінің қалауын жасап кетеді.
Кейде Гүлнардың қасында жатқанда да келіп ұстап кетеді. Бала туылды. Ол Нұрланның тегіне жазылды. Балам дүниеге келгенде Нұрлан оны бірден өз тегіне жазды. Ауылда бәрі Ерланның баласы ғой деп ойлады. Мен ешкімге ештеңе айтпадым. Нұрлан да айтпады. Шындықты екеуміз ғана білеміз. Бала туылғанда Ерланға бір-ақ сурет жібердім. Тек беті көрінетін сурет. Ол бірден жауап жазды. Ұқсайды екен. Маған қатты ұқсайды екен. Көзімнің майын тамызды. Ерлан әлі күнге дейін бұл менің балам деп жүреді. Жаңа әйеліне де солай айтады екен. Көрші көлемге де менің тұңғыш ұлым ағамның қолында өсіп жатыр дейді. Ішіп алғанда достарына жылайды. Ағам менің әйелімді де баламды да тартып алды. Бірақ ешқашан Денка жасатпаған. Жасатқысы да келмейді. Өйткені жасатса балам жоқ деген шындық шығады. Ал қазір ол кем дегенде балам бар деп жүре алады. Бала мектепте әке деп Нұрланды айтады. Бірақ сыныптастарының ата-аналары сенің нағыз әкең Ерлан аға ғой деп құлағына құяды. Балам кейде кешке келіп, анау Ерлан аға менің әкем бе деп сұрайды. Мен, жоқ, сенің әкең Нұрлан деп қана қоямын. Балам үндемейді, бірақ мен білемін, ол бәрібір бір күні шындықты біледі. Ал Ерлан, ол ешқашан шындықты білмейді. Жылда бір-екі рет ішіп алып маған хат жазады. Балам неше оқиды? Балама айт, әкесі сағынды деп. Мен оқып қоямын да өшіремін. Бұл біздің шындық. Мен шындықты білемін, бірақ айтпаймын. Ерлан шындықты білмейді, бірақ балам деп өмір сүреді. Балам шындықты сезеді, бірақ ешкімге айтпайды. Нұрлан бәрін біледі, бірақ оған бәрібір.